Қайырлы күн менің оқырмандарым, қал жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Басты байлық, денсаулықтарыңыз қалай, жақсы ма? Тағы да үлкен магнитная буря жүріп жатыр. Магнитная буряда өте сақ болайық, денсаулығымызды өте күтіп. Сондықтан осы февральда өте көп магнитная буря болайын деп тұр. Сондықтан денсаулықтарыңа өте үлкен назар аударыңыздар. Маған бір оқырманым, қызымен бірге тұратын оқырманым жазып жіберіпті WhatsApp-тан. Құрдасым, мен қалайсың, жақсы ма? Батагүл, қызым екеуміз бірге тұрамыз. Бірнеше некеден неке құрып еді, бір баласымен ажырасып кетті, қазір екеуміз бірге тұрамыз. Қызымның кредиті бар, екеуміз каждый раз ұрсамыз, ұрыс көбейіп кетті. Қызымды тұрмысқа шығып кет деп айттым, деп сөйлейді. Бұл жерде айтқым келіп тұр. Күйеуге тұрмысқа шығу, ол сенің проблемаңды азайтпайды. Онда жер бетінде біраз процент халықтың бәрі тұрмыс құрған, бәрі проблемасы жүру керек еді. Тұрмыс құру деген проблемадан құтылу емес. Екеуміз ұрыса береміз, кредитіміз көбейді, тұрмыс құрып кетсін, шамал проблемамыз азаяды деп сөйлеп жазып жіберген. Проблема, ол тұрмыс құрып кеткеннен ол проблема азаймайды. Ол сол үйге еще кредитіне барады, еще ұрысымен барады. Ол проблема қалай азаяды? Көбейеді қайта одан сайын. Ол күйеуі қосылады, қандай енеге барады, қандай атаға барады, ол проблема одан сайын көбейе береді. Сондықтан жаңағыдай қате шатасып ойлануда, қате ойламасаң да оқырмандар, мен сендерден сұрайтыным, отбасы құру деген ол проблемадан құтылу емес. Адам отбасы құру үшін проблемадан қашып отбасы құру дұрыс емес. Сондықтан отбасы құруға да адам үлкен жауапкершілікпен қарап, сондықтан сондай жауапкершілікпен қарауға мен сіздерді шақырамын. Жаңағы отбасы құрайын, проблемадан қашып отбасы құрсын деген ол дұрыс емес ұғым. Ол қателесу, баланы да қателестіру бұл жерде ше. Өзің емес, баланы да қателестіру деген сөз. Шаршадым бар, отбасы құр проблемадан деп. Ондықтан ол олай шатаспаңдар. Отбасыны құру үшін адам басқаша немен қарау керек. Сондықтан олай шатаспай, онда жер бетінде ешқандай адам проблемасы болмау керек қой. Отбасы құрды ма, болды. Проблемадан бәріміз қашсақ, аурудан қашсақ, кредиттен қашсақ, үйдегі ұрысымызды ата-анамыздан қашсақ, бәріміз отбасыны құрдық. Неге проблемадан құтыла алмай отырмыз? Мне кажется, ол проблема құтылу, отбасы құрып, проблема құтылу деген ол бос сөз сияқты. Сондықтан бұл жерде сіздерге любой шаруаны дұрыс ойлап, не істеуге шақырамын, менен сұрап жүрген, соны сөйтсем қалай болады деп, ол дұрыс емес шешім. Сондықтан ол отбасыда құру үшін адам бәріне ойланып, сондай қадамға бару керек. Біздің кезімізде, біз Совет үкіметінің кезінің адамдарымыз, біздер енді мынандай отбасы қанша, ол кездің адамдар онша ештеңе қараған жоқ. Мына қаяқта жұмыс істейді, айлығы қанша ақша табады, астында қандай көлі, қандай қызметте істейді деген біздерге ондай болған жоқ. Қазір енді көбіне жастар қазір оның бәріне қарап жатыр, заманның талабы. Сондықтан мен мына құрдасым айтқым келіп тұр, оқырманыма, олай қате ұғыммен, қате немен жасама, осознанный болуымыз керек. Біздер уже 50-ді еңсергесін шамалы осознанность келу керек біздерге. Сондықтан бәріңе
осознанностьқа шақырамын. Не жасасақ та өзімізге қайтайық, өзіміз Аллаға қайтайық. Біреуді ренжіткенде да ол да Алланың баласы екенін ұмытпайық. Сондықтан бәріңізді тағы да осознанностьқа шақырамын, өздеріне қайтыңдар. Қазіргі уақытта өте әлемде үлкен өзгеріс болып жатыр. Сондықтан өзгеріске сай жүрейік, аяғымызды өзгеріске сай қадамды басайық. Сондықтан бәріңді осознанностьқа шақырамын. Өздеріңізге қайтып, Аллаға қайтуға, өздеріңізге қайтуға шақырамын. Сондықтан мен оқырманыма айтқым келіп тұр. Ешқандай қате ойлауға біздің енді үлкен, уже жасымыз үлкен келгесін, қате ойламай, балаларды одан сайын істемей, жаңа проблемадан құтылу, отбасы құру, ол проблемадан құтылу деген сөз емес. Сондықтан отбасы құру деген ол басқа, проблемадан құтылу деген ол вообще басқаша. Сондықтан қай затты да дұрыс қарауға мен сіздерді шақырамын. Мына 2-3 күннен бері қасиетім қысып, арқам қозып, солай қасиетім біраз ауырып сөйтіп қалған жайым бар. Сіздерді шамалына бүгін де дұрыс сөйлей алмай отырмын. 2-3 күннен бері өте үлкен қасиет әурелеп, солай мазалап, солай өзім солай болып жүрмін. Сондықтан шамалы кем тұстарым болса кешіріңіздер. Оқырманыма беріп тұрған жауабым, отбасы құру деген сөз проблемадан құтылу деген сөз емес. Сондықтан бір затпен бір затты шатастырмауға мен сіздерді шақырамын. Қош болыңыздар, маған подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса тағы да сұрай беріңіздер. Келесі кездескенше күніміз жарқын болсын, болашағымыз да жарқын болсын. Әумин.